Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay deyip, nefsige және onu толық ағанда, sonda olan camandық әрі тақуалап бергенмен ант етемін, расында нәпсісін тазартқан кісі құтылады да, әлдекім оны кірлетсе қор болады. Расында нәпсісін тазартқан кісі құтылады. Зынадан тыйылу, қараңыз, қазіргі уақытта зына деген нәрсе мода болып кеткен. Не бір жігіттер белсіз болып қалған, не бір қыздар ұрпақсыз болып қалған. Ал зынадан тыйылған адам үшін, міне кешегі мысалы жағдай бұндай болған емес, біз қазір сонда бір жағдайда отырмыз. Қазақ бұндай жағдайда отырған емес. Қазақ кеше қанша ашаршылық көріп, аздан қиыншылықтар көріп, қойғарада да туды, мал қорада да туды, адарда да мақтаншын туды. Сондай бір әдемі болған европейский істерде салынған бәйбішелерді туа алмай жатыр біздің қыздарымыз. Ненің арқасында? Ішкенің алдында, ішпегенің артында балдарымыз ұрықсыз болып қалып жатыр. Ненің арқасында? Bir ғана зынаның арқасында. Жақында бір үлкен Германияның ғалым айтыпты, неге немістер ұрпақсыз қалып кетіп жатыр? Немістерде қазір ұрпақ тиылып қалған. Соны әртүрлі айтып жатыр. Анау қылған, мынау қылған, сөйтіп айтса бұл айтады. Олар дейді көзбен тойып қалған дейді. Көзбен тойып қалғаннан кейін ұрық өз-өзінен жоғалып кетеді дейді. Ана бұзық киноны көре береді, телевизорды көре береді, оны істей береді, көшеде көре береді. Ар, ұят, намыс деген нәрсе өз-өзінен жоғалып кетер екен. Ал кешегі біздің бабаларымызда 100 байлар туылған ғой, 100 байлар қайықтан туылған. Неден туылған олар? 90 бай, 80 байлар қайықтан туылған. 30 бай туылмайған, 30 бай жоқ қазір. 30 бай бір ең сарап болып отыр. Неге? Болмаса үшеуіміз жақсы снекер ішеміз, пепси ішеміз, қамырауқаты ұрамыз, қазық артан ұрамыз. Бірақ неге әлсізбіз? Қараңдар. Себебі жалаңаштық, араққорлық, нашақорлық өте көбейіп кетті. Бұл халық, бұл күлмәт, бұған сіз менен біздің барлығымыз жанымыз ашуы керек. Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de rasında ziyanға ұшырағандар қиямет күні өздерінде, үй іштерінде ziyanға ұшыратқандар болады. Өзі де, өзінің үйіндегілерді де, бала шағаларын да ziyanға ұшыратқан болады. Осы анық ziyanға ұшырағандыр де. Allah Subhanahu wa Ta'ala ешбір бенденің қор болуын қаламайды.